Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу әйелдер арасында 135 фунт салмаққа дейінгі өтетін топ 15-ке кіретін қос жауынгер арасында кездесу. Нөмірі 9-шы орында тұрған бразилиялық Кэрол Роса мен оның қарсыласы нөмірі 13-ші орында тұрған аргентиналық Айлин Перес арасында өтетін тартысты кездесу. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік бразилиялық Кэрол Росаны фаворит ретінде көріп отыр. Біз білетіндей, әрбір бразилиялыққа тән секілді Кэрол Росаның джиу-джитсу стилінің өте жоғары екендігін атап өтейік. Сонымен қатар бұл қыздың муай-тай стилі мен грэпплинг стилінің өте керемет екендігін білеміз. Ал аргентиналық Айлин Перестің күрес стилі мен джиу-джитсу стилінің жоғары екендігін атап өтуіміз керек. Және де бұл жауынгердің жалпы әр уақытта болсын қарсыластарының барлығын нокаутпен болмаса сабмишнмен жеңіп жүргенін білеміз. Бұл кездесуде менің ойымша аргентиналық Айлин Перес Кэрол Росаны төрешілердің шешімімен жеңіп, топ 10-ға топ ете түсуі тиіс деп есептеймін. ¡Vamos Argentina, la concha de su madre! Thank you so much. Bonjour, Francia, bonjour.